Ұлыбритания, Ливерпуль, бокстан әлем чемпионаты, 2025. 2025 жылдың 4-14 қыркүйек аралығында Англияның Ливерпуль қаласында халықаралық бокс бәсекесі өтті. Бұл чемпионатты алғаш рет жаңа құрылған World Boxing ұйымы өткізді. 68 мемлекеттен 540-тан астам боксшы қатысты. Сол бәсекеде Қазақстан жалпы командалық есепте жеңіске жетті. Ұлттық құрама 10 медаль жеңіп алды, оның 7-і алтын. Екінші орынға Өзбекстан құрамасы ие болды. Үндістан 2 алтын, 1 күміс және 1 қола жүлдемен 3-ші орынға тұрақтады. Команда капитаны Айбек Оралбай алғашқы 2 раундта төрешілердің қателігіне қарамастан мойымағанын айтты. 90 келіден жоғары салмақта сынға түскен Айбек басты бәсекелесі Жахангир Закировпен 1 жылдың ішінде 3-ші мәрте жолықты. Өте шиеленісті өткен айқаста біздің боксшы жекпе-жектің тағдырын өзгертіп жеңісті жұлып алды. Капитан команда ретінде кішкене енді балдардың рухын көтеру керек болды. Жігіттерге өзім айттым. 4-еуміз шықтық, жартылай финалға 4-еуміз де чемпион болуға лайықтымыз. Чемпион болу үшін келдік. Сондықтан енді бірімізге мотивация болды деп ойлаймын. Бірімізге жігер беріп, 4-еумізде чемпиондыққа тек қана сол чемпион болу үшін ғана барымыз салдық. Ал 50 келідегі Санжар Тәшкенбай осымен 2-ші мәрте әлем чемпионы атанды. Ол бұған дейін 2023 жылы жеңіс тұғырының 1-ші сатысына көтерілген еді. Өте күшті. Серік Сәпиев ағамызға өзім қатты қызғам. Боксына, стиліне, сол ағамыздың жекпе-жегін, сол ағамыздың жетістігін қанша жылдардан кейін қайталаған өте қуаныштымын. Бұдан бөлек Алуа Балқыбаева, Махмұт Сабырхан, Аида Әбікеева, Наталья Богданова, Төрехан Сабырхандар да қоржынға алтын сыйлады. Назым Қызайбай күміс жүлдегер атанды. Ал Виктория Графеева мен Елдана Тәліпова қола жүлдемен ерекшеленді. Артынша бұл қуанышты естіген Қасым-Жомарт Тоқаев ел мақтаныштарын жедел құттықтады. Әлем чемпионатында топ жарған боксшыларды елде де құрметпен қарсы алды. Жеңімпаздар Ақордада марапатталды. Президент бұл ел үшін тарихи оқиға мен үлкен қуаныш деді. Даңқты спортшы Геннадий Головкинге боксты Олимпиада ойындарының бағдарламасына қайтаруға атсалысқан үшін ризашылығын білдірді. Сіздер мықты өнер көрсетіп, жүзден жүйрік шықтыңыздар. Бұл бүкіл еліміз үшін тарихи оқиға, халқымыз үшін үлкен қуаныш. Ұлттық құрама 7 алтын, 1 күміс және 2 қола медаль жеңіп алды.